The Kitchen Songs аздаған кідірістен кейін жаңа жұмыстармен қайта оралды. Бұл жолы Азамат махаббат төңірегінде ән шырқады, тек сәл басқаша түрде. Сезім шаршадым, тікенектей шектеуден, дәл өзімдей. Бейнебаянды тамашалаған 9000-нан астам көрерменнің арасында біраз пікірталас та пайда болды. Сондай-ақ көпшілік Азаматтың бұл жұмысын дұрыс түсінбей қалып жатқан секілді. Бұл жерде негізі жеткізгіміз келген ой қандай ұлт, нәсіл және тағы да басқа нәрселерге махаббат сезімі қарамайды деген. Ал халық тарапынан көп пікірталас тудырған мына кадрлар. Алайда белгілі отандық стилистке байланысты асығы шешім қабылдаудың қажеті жоқ секілді. Екеуміз алаңда алғашқы рет таныстық, біздің қарым-қатынасымыз тек бейнебаянмен шектеледі. Азамат та Әлидің сөзін растай түсті. Точно нет никакого каминг-аута здесь. Ал Сыздықовтың нақты осы мәселелерге ойластырып түсірген бейнебаяны жайдан жай емес. Қазіргі күні бұл Қазақстандағы ең өзекті мәселенің бірі. Егер сен өміріңді басқа ұлт өкілімен байланыстыратын болсаң, бұны халық қатты қабылдайды. Айтпақшы, бейнеклипке таңдалған актерлердің ішінде шынайы жұптар да бар. Сондықтан дәл қазір The Kitchen Songs'тың бұл жұмысын тамашалап бағаларыңызды беруді ұмытпаңыздар.